Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз Агор атты фильмге шолу жасаймыз. Тарихтағы бірінші ғалым әйел діни фанатиктермен күресуде. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Забросать камнями! Забросать ведьму камнями! Несите камни! 4-ші ғасырдың аяқталар тұсы. Рим империясы құлдырау алдында тұр. Александрия қаласының жағдайы әртүрлі діни ағымдардың ықпалымен ушығуда. Олар ежелгі пантеонды пір тұтатын пұтқа табынушылар, иудейлер және күш алып келе жатқан христиан діні. Оған қоса осы жерде әйгілі Александрия кітапханасында тарихтағы бірінші ғалым әйел Гепатия сабақ береді. Фильм Гепатияның сабақ беріп жатқан жерінен бастау алады. Біздің заманымыздың 390 жылы кейіпкер жер шарының ғаламшардың ортасында орналасқанын, ал басқа денелер жерді айнала қозғалатынын айтуда. Сабақтан кейін оның құлы Давос ежелгі ғалымдардың жұмыстарын орындарына орналастыруда. Жігіт сол сәтте қыздың оқушысының бірі Арест есімді жігітпен жылы сөйлесіп тұрғанын кездейсоқ байқап қалады. Кейін кейіпкер кітапханадан шығып баратып бұл жайлы әкесі философ Тионға айтып береді. Келесі күні Тион көше ортасында екі діни ағымның пікірталасына куә болады. Христиан дінінің дәріптеушісі Амони пұтқа табынушымен Құдайдың құдіреті жайлы сөйлесуде. Ол христиан дінінің мықтылығын дәлелдеу мақсатында шоқтың үстімен жүріп аман қалады. Оның жақтастары қарсыласын ұстап сол шоққа итереді. Ол халықтың көзінше өртке оранады. Бұны көрген Тион қатты қапаланып, үйінде құлдарына христиан белгілерін сақтауға тыйым салады. Бірақ бір қыздан крест табылады. Сонда Давос тізерлеп тұрып, өзін христиан деп атап, екеуі үшін жазаны алуға дайын екенін жеткізеді. Әкесі Гепатияның сөзіне қарамастан оны жазалайды. Кейін Гепатия құлдың лашығында жарасын емдеп жатып, Птоломейдің жобасын байқайды. Жоба бойынша жер ғаламның ортасында, ал жұлдыздар оны айнала қозғалуда. Гепатия бұны көріп, құлға оқушылар алдына шығып түсініктеме жүргізуіне рұқсат береді. Бұл жағдай Арест пен Синез атты оқушылар арасында пікірталас туғызып, сенім-нанымды балағаттауға алып келеді. Кейін Давос Амония уағызшыны тыңдайды. Ол жігітті қасиетті үйге келіп, қасиетті жазуды оқиды. Нәтижесінде құлды кедейлермен асын бөлісуге көндіреді. Бір күні театр қойылымы болып жатқанда, құлдар тор артынан қарап тұрады. Үзілісті пайдаланған Арест көрермен алдына шығып, Гепатияға сезімін білдіріп, әуендетіп, артынша сыбызғысын қызға сыйға береді. Бұл жағдайдан кейін ақсүйектер арасында Тионның қызы жақсы ел бола ма деген қауесет тарайды. Ондай болмаса, қызға ғылымды тастап бар күшін отбасына бөлуі керек. Давос тізерлеп тұрып, қожайын қыздың бас тартуын Құдайдан сұрайды. Келесі күні сабақ кезінде Гепатия жігітке жауапты сыйлық ұсынады. Ол әйелдің айлық қаны жағылған мата. Бұл қыздың бас тартуы болып саналады. Беті қайтқан жігіт аудиториядан шығып баратып, матаны қыздың алдына лақтырып кетеді. Гепатия ештеңке болмағандай сабағын жалғастырады. Бірақ оның сөзін жолдамашы бөліп, әкесі шақыртып жатқанын айтады. Барлығы кеткеннен кейін Давос қан матаны көтеріп, тілегін қабыл қылған үшін Құдайына алғысын білдіреді. Ғалым еркек еврейлерден басқа оқушыларға христиандарға қарсы қылышты қолдарыңа алыңдар деуде. Гепатия оларды тоқтатуға тырысады, бірақ оны ешкім тыңдамайды. Халық қаруланады. Құлдар шоқпар ұстаса, қалғандары қылыш көтеруде. Олар христиан уағызшысы сөйлеп жатқан базарға келеді. Сол сәтте христиандарды өлтіріңдер деген бұйрық келіп түскенде қырғын басталады. Идеологиялық бөліністер кесірінен бірнеше христиан дінін ұстанатын студенттер арасында жанжал туындайды. Арест Тионға қол көтерген бір оқушыны өлтіріп, қартты кітапханаға кіргізеді. Бірақ пұтқа табынатындар оңбай қателеседі. Христиандар саны олар ойлағаннан да көп болып шығады. Бөлек шығарушылар кітапханаға жан сауғалауда. Бұл жердегілер жоғарыдан келіп түсетін үкімді күтуде, яғни Рим императорының бұйрығын. Гепатияның студенттер арасында христиандар бар екен анықталғанда, іштегілер оларды өліммен қорқытады. Бірақ қылыш ұстаған Арест жолдастарын қорғауға тұрады. Қоршауда қалғандар ұйқыға жатады. Тыныштықты пайдаланған христиан оқушылары қашып кетеді. Ал Давос ханымының жанында ұйқысын күзетіп отырады. Ғалымдарға император жауабын күтіп, тағы бір күн қоршауда отыруларына тура келеді. Екінші түні студенттер жұлдыздарға қарап қозғалыстарын талқылайды. Оған қоса аспан денелері жайлы теорияларды әңгіме қылады. Ғалымдардың бірі ежелгі Аристархтың ғалам жайлы теориясын айтуда. Теория бойынша жер барлық аспан денелері секілді күнді айнала қозғалады.
Бірақ сол жұмыс өрт кезінде жоғалып кеткен. Сол себепті ғалымдар Александрия кітапханасын сақтап қалу керек. Келесі күні императордың елшісі келіп үкімді жариялайды. Бүлікті бастағандарға кешірім беріледі. Бірақ есесіне сырттағы христиандарға кітапханаға кіріп қалағандарын істеуге болады. Бұл жағдай барлық ғылыми мұраға қауіп төндіреді. Қосалқы есіктен қашу кезінде Гепатия қолынан келгенінше көп жұмыстарды алып кетуге тырысады. Сол уақытта христиандар есікті бұзады. Давос еркін адам ретінде қолына қару алып, қожайын қыздың сөзіне мән берместен оларға қарсы тұруға шығады. Бірақ басып кірген христиандар жалғыз құлға мән бермейді. Олар Рим империясының мұрасын қиратуда. Аммонияға қызыққан Давос ұранға құлақ түріп, мүсіннің бірін өз қолымен қиратады. Кеш батқанда қожайынның үйіне келген жігіт Гепатияны қорлай жаздайды. Бірақ соңғы сәтте қыздың алдына тізерлеп отырып, қылышын қолына ұстатады. Қыз оның қол кісенін шешіп, бос адам ретінде босатып жібереді. Осы жағдайдан кейін Александрияның көптеген тұрғындары христиан дінін қабылдайды. Қалада біраз уақытқа дейін тыныштық орнайды. Гепатия оқушыларын оқытуын жалғастырып жүргенде, оның бұрынғы шәкірттері жақсы нәтижеге жетуде. Бірақ Рим империясы құлдырауын жалғастырады. Дін ұстанушылары христиан тәртібін орнатқандықтан еврейлермен қақтығысқа алып келеді. Оқиға бірнеше жыл алдыға ауысады. Епископтың өлімінен кейін оның орнына мұрагерлікті ашық көрсету мақсатында жиені Кирилл отырады. Содан кейін христиандар еврейлердің театр қойылымына жасырын кіріп, шабат күнін тойлатқаны үшін таспен атады. Жағдайға баға беруді императордың кеңесшісі Арестке тапсырады. Бірақ ол әділдікті іздеудің орнына Гепатиямен сөйлесуді дұрыс көреді. Олар бірге мұхитқа шығып тәжірибе жүргізеді. Қозғалып келе жатқан кеменің желкенінен қапты тастайды. Егер қап дәл бағана астына түссе, демек қозғалыс кезіндегі уақыт есептелмейді. Әрі теориялық тұрғыда планета үлкен кеме секілді қозғала алады. Жағдай дәл солай болып, Гепатияны ойландырып тастайды. Қатаң заңның жоқтығынан діни көзқарастар арасында политикалық қақтығысқа алып келеді. Бір күні түнде христиандар қаладағы өртті сөндіруге асығады. Бірақ еврейлердің кек алу мақсатында тар көшеде құрған тұзақтарына түсіп қалады. Олар христиандарға тас лақтырғандықтан топтың көп бөлігі қаза табады. Жаңа епископ жауапты тез арада қайтару керектігін айтады. Қалада кезекті нәсілдік тазалау басталады. Әрине тарихтағы бірінші емес, әрі соңғы еместігі анық. Гепатия көшедегі қырғынның куәсі болады. Оны беті қанаған, еркек болған Давос байқайды. Ғалым әйел сенаттың жиналысына басып кіріп, неліктен әскер бүлікті тоқтатпайтынын сұрайды. Оған қоса әйел епископты адам өлтіруге бұйрық берген үшін тұтқындауды талап етеді. Бірақ бұндай бұйрық берілсе, үлкен наразылыққа алып келуі мүмкін. Гепатия епископ Кириллді тоқтатпаса, әрі қарайда бүлік болады деп ескертеді. Нәтижесінде тірі қалған еврейлерді толықтай христиандық болған қаладан қуып жібереді. Гепатияға бұрынғы шәкірті епископ Синези келеді. Жоғарғы шенді діндар мен дінсіз әйелдің кездесуі дін ұстанушыларға аса қатты ұнамайды. Көшедегі өліктерді жинап жүрген Давос дұрыс жолды таңдағанына күмәндана бастайды. Бірақ жанына келген Аммони өздерінің тірі қалғандарының өзі Құдайдың ерекше тағдыр жазып қойғанын білдіреді дейді. Синези Арест пен Кириллдің арасында елші ретінде міндет атқарады. Епископ кітапханада кездесуді ұсынады, бірақ қалған еврейлерге бұл ұнамайды. Өйткені кітапханаға кіруге тек христиандарға ғана рұқсат етілген. Демек, еврейлер келіссөзге қатыса алмайды. Кешке жағдайды талқылап отырған Гепатияның басына ой келеді. Ол жаңа ойды жоғалтып алмас үшін қағаз бетіне түсіре бастайды. Кітапханадағы жексенбілік жиналыс кезінде Кирилл епископ жиналғандарға қасиетті кітапқа бас ұруға шақырады. Артынша кітапта әйелдердің еркектерге бағынып, өз еріктерімен қадам жасауына тыйым салынғанын оқып береді. Ол Гепатияны ашық түрде құдайсыздық пен сиқырға кінәлайды. Бұл өлім жазасына алып келеді. Арест бас изеуге келіспейді. Демек тағылған айыпқа автоматты түрде келіскенмен тең. Ол қызметін тастап кетеді. Оны сыртта халық күтіп тұрады. Олардың ішінде Давос пен Аммони бар. Аммони жолдасының сөзіне қарамастан Арестке тас лақтырады. Сарбаздар ашулы халықтан басшыларын қорғап, Аммониді өлтіреді. Содан кейін жартысы Гепатияның үйіне барып, жағдайды түсіндіріп, діни фанатиктерден қорғау үшін күзетеді. Арест пен Синези сүйікті ұстаздарын Кирилл епископтың қаһарынан қорғау жоспарын жасап жатқанда, епископ қаза тапқан Аммониді әулие жазаланушы деп атайды. Кейін кешке Давос қарулы жолдастарының әңгімесін тыңдайды. Олар Гепатияны өлтіруді жоспарлауда.
Ол азанда қылышы мен тастарын тастап, әйелге ескерту үшін үйіне аттанады. Гепатия болса түнімен ғылыми жұмыспен айналысады. Ол эллиптикалық орбита тұжырымына келеді. Тұжырым аспан денелерінің айнала қозғалуы мен жылдың әр мезгілінде күннің жерден алшақтауынан тұрады. Азанда ол сенатқа барып, Арест пен Синезимен кездеседі. Олар әйелге христиан дінін қабылдап, епископтың шабуылынан қорғануды ұсынады. Бірақ бір беткей Гепатия Кириллдің жеңіп қаладағы билікті толықтай басып алғанын айтып, оның жетегінде жүруден бас тартып, үйіне күзетсіз қайтады. Давос әйелді үйінен таппай сенатқа қарай жүгіреді. Бірақ жолдан діни жолдастарының тұтқынға түскен Гепатияны шіркеуге жетектеп бара жатқанын көреді. Ол жерде әйелді шешіндіріп, тірідей терісін сыпырмақ болады. Давос оларды қолдарын күнәһар қанмен бұлғамай, ескі дәстүр бойынша таспен ұрып өлтіруге көндіреді. Оның діни жолдастары тас жинап жүргенде, бұрынғы құл әйелді азапты өлімнен құтқару мақсатында буындырып өлтіреді. Ол жиналғандарға келіп, әйелдің уайымнан талып қалғанын айтады. Солай фанатиктер демсіз жатқан денені таспен ұрады. Ал Давостың өзі шіркеуден артына қарамастан өткенін қалдырып шығып кетеді. Титрда кейіпкердің әрі қарайғы тағдыры жайлы баяндайды. Оның соққыға түскен денесін көше бойымен сүйреп, өртеп жіберген. Ал кеңесшісі Арест жоғалып кеткен. Оның әрі қарайғы тағдыры белгісіз. Есесіне епископ Кирилл бүткіл Александрияның билігін өз қолына алған. Кейін таққа отырып, әулиелер қатарына қосылған. Гепатияның жазған бірде-бір еңбегі сақталмаса да, қазіргі заманға дейін тек естеліктер арқылы жеткен. 1200 жылдан кейін Иоганн Кеплер күн жүйесіндегі планеталардың қозғалыс заңын ашқан. Заң бойынша планеталар эллиптикалық траектория арқылы қозғалады. Бірақ бұл мүлде басқа тарих. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.